Барлық киносүйер қауымға сәлем. 2006 жылы шыққан психологиялық ауыр тиетін «У холмов есть глаза» фильміне қысқаша шолу жасаймыз. Хан кино каналы сіздермен бірге. Арнада тек қана үздік фильмдер мен сериалдар. Арнаға жазылыңыз, және сіз әрқашан не көру керектігін білетін боласыз. Ұзын жолда кесіп өтпек болып, сіз жанұяңызбен Нью-Мексиканың шөл даласында аварияға ұшырайсыз. Машина істен шығады. Бұл жерде сейт ұстамайды. Ал жолға көптеген километрлар бар. Күн ыстығы, шөл көптеген ыңғайсыздық туғызуы мүмкін. Бірақ та бұл адам жейтін мутанттармен салыстырғанда түкке тұрғысыз. Сіз бұл жерден аман шығып, өз жанұяңызды құтқаруыңыз қажет. Сұрақ туындайды: қалай аман қалуға болады? «У холмов есть глаза» фильміне разбор жасау арқылы біз бұл сұраққа жауап табуға тырысамыз. Сіздермен бірге Кинопарк каналы. Су, очки, күннен қорғайтын кремді дайындап қойыңыз. Өйткені біз шөл даладамыз. Бір топ ғалымдар шөл далада зерттеуге материал жинап жүргенде, кенеттен оларға қан болған бір адам шығады. Бірақ ғалымдардың өздеріне көмек қажет болады. Өйткені оларға киркамен қаруланған мутант барлығын шашып тастайды. Заправкаға Боб бастаған жанұя келеді. Олар семьясымен бір жағалаудан екінші жағалауға күміс тойларын тойлау үшін дөңгелегі бар үймен кетіп барады. Шалуларға жолды қысқартып, 88-ші трассамен жүруге кеңес береді. Бірақ та 88-ші трасса Америка картасында мүлдем жоқ. Бұны бывший мент болған Боб та байқамайды. Шал көрсеткен жолмен келе жатып, біздің батырлар аварияға ұшырайды. Бұл авариядан кейін Бобтың машинасы труп болады. Егер Бобта мынандай машина болатын болса, ол шөл даладан шығып, алдында кездескен бүкіл мутанттардың көзін жоятын еді. Трассаға ондаған километр. Сет жоқ, попутка жоқ. Боб қайтып, заправкада қалған шалға бармақшы болады. Ал пацифист жол бойымен попутка іздеуге кетеді. Бұл жерде күйеу баласы атасының көзінше қызын сүймеуге болатын еді. Ал қалғандары дастархан жайып загорать етеді. Боб баласын шақырып алып, өзі жоқта семьяны қорғау үшін пистолет береді. Осы тұста біреу оларды береді. Барлығы құшақтасып, тілеулерін тілейді, бақылап тұрады. Егерде олар шал айтқан жолмен жүрмесе, өздері жоспарлаған жолмен кете берсе, бұл жағдай болмас еді, уродтарды да кездестірмес еді. Барлығы кетіп, өздері қалып, керемет әңгіме дүкен құрып отқан кезде, иттің біреуі тауға жүгіріп кетеді. Артынан оның Бобби да жүгіріп кетеді. Бір мезгілде иттің қынық еткен даусы шығады. Иттің өлі денесін көріп, паниковать етіп, таудан құлап, нокаутқа түседі. Онда оны шамалы нормальный қыз сипап алады. Ал таудың басында бір урод иттің аяғын дұсты жеп отырады. Түн болады. Боб шалдың заправкасына жетеді. Ішке кірсе, ешкімді таба алмайды. Сумканың ішінен ол біреудің құлағын тауып алады. Басқа комнатаға кірсе, жарда атом бомбасынан зардап шеккен адамдардың газет қиындылары тұр екен. Бұл жерде чота бірдеменің дұрыс емес екенін сезген Боб сыртқа шығып, машинаға отырып, оны оталдырмақ болғанда, туалеттен шалдың аңқ еткен даусы шығады. Есікті ашса, шал жылап отыр. Шалбарына жіберіп қойған ба білмедім, бірақ ол өз-өзін атып тастайды. Қараңғыдан біреу қорқынышты дауыспен папасын шақырады. Боб өзінің пистолетімен тисе терекке, тимесе бұтаққа деп 4 оқ атады. Ол машинаға мінсе, машинаның артқы орындығында бір мутант отыр. Ол Бобтың басын әйнекке 2 соғады. Трейлерде әйелдер қауымы Боббидің жоқ екенін байқап қалып, оны іздеуге шығады. Ал Боб болса, бұл уақытта салқын песокта жатыр. Оны тауып алып, үйге кіргізеді. Ал біздің батырлар Боб келмесе де ұйқыға кетеді. Ал мына екеуінде сезімдері оянып, труп болған машинада бөлек жатамыз дейді. Түнде дыбысқа трейлерден Бобби шығып, есікті ашық қалдырады. Осыны пайдаланып, мутант ішке кіреді. Трейлерде «Красавица және чудовище» спектаклі ойнап жатады. Чудовище рациямен команда бергенде ағашқа байланған Боб жанады. Бүкіл семья отқа жүгіреді. Трейлерге екінші мутант кіріп, тамақ ішіп, киім киіп, қайтып тамақ ішіп, попугайды жеп, Брэндоны сипап көңіл көтереді. Брэндонның айқайына пацифистің әйелі келеді. Әйел уродты сковородкамен салып жібереді. Бұл уақытта Боб уже бықсып болады.
Трейлерге мамасы кіріп уродқа тас лақтырмақшы болады, бірақ оны атып тастайды, әйелді де атып тастайды. Таңертең дубинкасы бар пацифистпен қаруланған ит кішкентай періштені іздеуге шығады. Менің ойымша бұндай жағдайда бөлінуге болмайды. Мен батырларға кішкентай періштені бірге іздеуге кеңес берер едім. Ал Бобби мен Бренда трейлерді айнала қоршап мутанттарға тұзақ құрады. Осы тұзақ арқылы олар трейлерге жақындаған мутанттарды біліп отырады. Пацифист полигон елді мекеніне келіп, көшеде қыдырып, бір үйге келеді. Үйге кірсе, телек қарап, бильярд шығарып отыр. Пацифист қызын алып шықпақшы болғанда, Шарик пацифистті тыңқ ете түсіреді. Есін жиса, труптармен жатыр екен. Мына жерде морозилканың крышкасын дыбыс білдірмеу үшін аяқпен итерсе де ашылар еді. Пацифист екінші заходқа шығады. Стоп. Енді анализ жасап көрсек. Атасын жарт етті, енесін атып тастады, әйелін иіске батып тастады, балдызын зорлап алды. Енді пацифисти милитаристке өту үшін қанша повод керек? Көрші бөлмеде пацифист мегамозгты көреді. Жоқ, бұл мегамозг емес, бұл мегаурод. Мегаурод оларды өздерінің урод болғанына кінәлайды. Бірақ негізі қауіпті аймақтан кетпегендері үшін олардың әке-шешелері кінәлі. Бұл уақытта есіктен амбал мутант кіріп, пацифисті бөлмеде қуып жүріп ұрады. Бір уақытта бөлмеге фильмнің басты кейіпкері ит кіреді. Өзін құтқарушысына көмектесудің орнына, уродтың басына битімен екі ұрудың орнына пацифист басқа бөлмеге қашып кетеді. Есікті ваннамен тіреп қойса, мутант жардан тесік кіреді. Өйткені бұл ұсқынсызға бүкіл жер есігеді. Урод оны тізерлетіп қойып, балтаны басына қояды. Пацифист шалбарынады. Урод күлген кезде ішіндегі «Чё за лев это тигр» оянып, уродты өлтіреді. Кейін ол мутанттың арқасын тесіп, мылтығын тартып алады. Бұл кезде Бренда мен Бобби каннибалды тұзақ құрған трейлерге алып келеді. Газбен спичканың көмегімен жауды жарып жібереді. Бірақ бұл уродты шамалы әдіспен өлтіру мүмкін емес еді. Сонда біздің сұлу бүкіл қатыгездігімен оны өлтіреді. Сыртқа шықса, пацифист қызыл телпекті көреді. Қызыл телпек баланы өлтірейін деп жатқан жерінен мутанттан ұрлап кеткен еді. Ол оны қуып жетіп, атайын дегенде, ол қыз баланы өзінің жақсы екенін білдіріп ұсынады. Барлығы жақсы болар еді, бірақ красавчик жоғардан ұшып келіп, пацифистті нокаутқа жібереді. Пацифист бүкіл күш-қуатын жинап, орнынан тұрады да, көркем жігітті мылтығымен екі атады. Мутант жерге құлайды. Жеңдім деген пацифист қызын қолына алады. Алайда зұлымдық оңай жеңіле қоймайды. Ол тұрған кезде қызыл телпек оны төменге өзімен бірге алып кетеді. Осылай қызыл телпек пен мутант бірге өледі. Фильм пацифистің истеричкалармен бірге қосылғанымен бітеді. Бірақ бұл тау бөктерінде әлі де басқа мутанттар бар еді. Осылай біз «У холмов есть глаза» фильмінде тірі қалдық. Әрине барлығы емес. Достар, лайк, подписка, комментарий барлығы қабылданады. Сіздермен бірге болған кино